Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауықтың төс етінен және цветная капустадан жасалынатын керемет дәмді астың рецебімен бөлісемін. Керекті заттардың барлығын видеоның астына көрсетемін. Алдымен тауықтың төс етін алып, ортасынан видеодағыдай 3 бөлікке кесіп аламыз. Одан кейін әр бөлігін видеодағыдай етіп ұрғылап шығамыз. Сіздерде андай балға болатын болса, соны қолдансаңыздар болады, немесе оқтауда пайдалана берсеңіздер болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін сырды үккіштің үлкенінен өткізіп аламыз. Одан кейін петрушка мен укропты ұсақтап турап аламыз. Одан кейін сырдың үстіне салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Противеннің үстіне пергамент төсеп дайындап аламыз. Одан кейін етімізді алып, тұз қосамыз, тауыққа арналған приправа қосамыз, одан кейін бұрыш қосып, қолымызбен жағып шығамыз. Одан кейін сырды начинкамызды ортасына салып, видеодағыдай орап шығамыз. Осылай әр бөлігін видеодағыдай етіп қайталап шығамыз. Сырды начинкадан қалған бөлігін бетіне сеуіп қоямыз. Енді брокколиді бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Одан кейін татымына қарай тұз, куркума, паприка, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Противенге тауықты ортасынан қоямыз да, брокколиді жан-жағынан орналастырып шығамыз.
Одан кейін лимонның жарты бөлігімен 3-4 тісше сарымсақты, яғни чеснокты бірге жанына қоямыз. Одан кейін бетін фольгамен жауып, алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Қырық минут өткеннен кейін бетінің фольгасын шешіп, одан кейін лимон мен чеснокты түсіріп аламыз. Одан кейін қайтадан 20 минутқа пешке салып аламыз. Одан кейін соусын дайындаймыз. Ол үшін біз бағана шығарып алған чеснокты қабығынан тазалап, езіп аламыз. Дұрыс езілмей жататын болса, үккіштен өткізіп алсаңыздар болады. Қаймақты салып араластырамыз, укропты ұсақтап турап қосамыз, одан кейін лимонның шырынын сығып алып, біркелкі болғанша араластырамыз. Осымен біздің соусымыз да, тамағымыз да дайын. Тарелкаға әдемілеп салып, үстіне соусын құйып, ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің тамағымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді және ерекше болып шығады.